Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін малинаны қысқа қалай қатырамыз, сол бойынша сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен малинамызды аламыз, ыдысымызға салып, жақсылап су жібере отыра жуып аламыз. Малиналарымызды езіліп кетпеу үшін біртіндеп езіп алмай ыдысымызға саламыз. Малинаны кейбіреулер жуады, ал біреулер мүлдем жумайды. Негізі міндетті түрде жуып алыңыздар. Осылай ыдысымызға салып алдық малиналарымызды. Аз-аздан салыңыздар, көптен емес. Су құя отыра жуып аламыз малиналарымызды. Мен осылай күріштің ыдысына салып жуып жатырмын. Суын осылай сырқытып, астына табақ қойып, бір 10 минутқа қойып қойсаңыздар, суы сырқиды. Суы сырқыған малиналарымызды тақтайымызға біртіндеп қойып шығамыз барлығын. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Осылай малиналарымыздың барлығын тақтайымызға орналастырамыз. Осылай орналастырып алдық малиналарымызды. Барлығын орналастырып алдық. Енді морозильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Осылай алып, морозильнигіміздің есігін ашып, осылай барлығын тақтайларға малиналарымызды қатырып жатырмын. 2 сағаттан кейін аламыз. Малиналарымыз қатты болып тұр. Мүлдем жабыспаған, әрі езілмеген. Мен осындай арнайы заморозкаға арналған пакет бар. Мен осындай пакетке аз-аздан салып қоямыз малиналарымызды. Қыста қалаған уақытта ала береміз. Асты мүлдем жабыспаған, әрі дана-дана болып тұр малиналарымыз. Сіздер де осылай қатырып көріңіздер. Ешқайсысы мүлдем жабыспаған. Осылай барлығын пакеттерге салып дайындап қойдық. Қыс қамын жаз ойлап жатырмыз. Осылай барлығын пакеттерімізге салып қойдық. Бетін жауып пакеттеріміздің. Барлығы жабыспаған, езілмеген малиналарымыз. Осылай пакеттеріміздің бетін жауып, морозильнигімізге қойып қоямыз. Қыста қалаған уақытта пайдалана береміз. Сіздермен бірге болған таң жарқын, қош сау болыңыздар.